математика талапкерге арналған оқулық тест 11 бөлім А деңгейінің бірінші есебі. Тіктөртбұрыш диагоналдарының қиылысу нүктесі үлкен қабырғасына қарағанда кіші қабырғасынан 4-ке алшақ орналасқан. Тіктөртбұрыш периметрі 56 болса, тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңыз деген. Ең алдымен бұл есепті шығармастан бұрын тіктөртбұрышты сызып алайық. Осындай тіктөртбұрыш берілсін. Сосын оған диагоналдар сызылған. Диагоналдардың қиылысу нүктесі О. Және осыдан үлкен қабырғасына кесіндісі сызылады және кіші қабырғасына сызылады. Содан бізге есепте айтылып тұрғандай, кіші қабырғасынан 4-ке алшақ орналасқан. Егер мына арақашықтықта x десек, мынаны y дейтін болсақ, онда x-іміз y-тен 4-ті азайтқанға тең болады. Сосын тіктөртбұрыштың периметрі берілген. Бұл p 56-ға тең. P дегеніміз бұл жерде мына x пен y-тің екі еселігі бір қабырғаның ұзындығына тең ғой. Мына жерде байқап отырғанымыздай. P дегеніміз қабырғалардың ұзындықтарының қосындысы. Сонда 2x қосылған 2y осыны 2-ге көбейтетін болсақ, себебі мынандай бір қабырғасының ұзындығы 2x болса, бізде тіктөртбұрышта 2 қабырға бар. Нәтижесінде бізде осындай шығады: 4x плюс 4y деген тең 56. Одан біз жүйе қарастырып алсақ болады. Тең 56. Және x-ті уже y-ті мына жаққа шығарсақ, x азайтылған y тең минус 4-ке. Енді мына жерде 4-ке көбейтетін болсақ, бұдан бізде 4x азайтылған 4y болады. Және үстіндегі 4x қосылған 4y тең 56. Ал мынау минус 16-ға тең. Көріп отырғанымыздай, мына екеуінің таңбасы қарама-қарсы. Егер мына екінші теңдеуді біріншіде қосатын болсақ, онда 8x тең 40 болады. Және x-іміз бұл жерде 5-ке тең екендігі. Және орнына қоя салатын болсақ, y-іміз 9-ға тең. Себебі 5-ке 4 тоғысқан кезде 9. Және тіктөртбұрыштың қабырғаларын табыңыз. Бұл жерде қабырғаларымыз осы 2x пен 2y-ге тең, y еселігінен, яғни a қабырғамыз, егер мына a-мыз a болатын болса, 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10-ға тең. b қабырғамыз 9-ді 2-ге көбейтеміз, 18-ге тең болады. Келесі екінші есеп: дөңес төртбұрыштың ішкі бұрыштары сәйкесінше 40 градус, 2x азайтылған 10 градус, 160 градус және 6x қосылған 10 градус. X-ті табыңыз деп тұр. Онда біз білеміз, дөңес төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Яғни берілген есепті бірден шығарып жазсақ болады. 40 қосылған 2x азайтылған 10 қосылған 160 қосылған 6x қосылған 10 тең 360 деп. Ұқсас мүшелері, онда минус 10 мен плюс 10 кетеді. 160-қа 40 тосқанда 200, және оған
8x басамыз 360 болады. 8x мұны жерде өзін қалдырамыз. 360-тан азайтқан кезде 160 және x-іміз 160-ты 8-ге бөлгенде 20. Тең екен. Келесі есеп. Ұзындығы 72 см АБ кесіндісінде сын нүктесі белгіленген. АС кесіндісінің 25%, СБ кесіндісінің 8/1-іне тең. СБ кесіндісінің ұзындығын табыңыз. Бұл есепте енді есептің шарты бойынша АБ кесіндісі берілген. Және осы АБ кесіндісінде какой-то бір жерінде сын нүктесі бар. Осы сын нүктесінен екі кесінді пайда болады, асы және СВ кесіндісі. Және есепте берілгендей бұл кесіндісі, бұл АВ кесіндісі 72 см ұзындыққа ие. Енді есептің шартында асы кесіндісінің 25%, асы кесіндісінің 25% дегеніміз, оны 0,25-ге көбейткенде СВ кесіндісінің 8/1-іне тең екен. СВ кесіндісінің 8/1-іне тең екен. СВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз деп тұр. Енді асы кесіндісін біз x деп алатын болсақ, СВ кесіндісін y деп алатын болсақ, онда бізде біріншіден x қосылған y-іміз 72 см-ге тең. Екіншіден x-іміздің 4/1 бөлігі y-іміздің 8/1 бөлігіне тең. Осыдан x ана жерде y бөлінген 2-ге тең, және x-ті өз орнына алып кеп қоятын болсақ, y бөлінген 2 қосылған y тең 72. Ары қарай шығаратын болсақ, мына жерде 2-ге көбейтеміз, мына жерде 2-ге көбейтеміз. Сонда y қосылған 2y бұл 3y болады, және 72-ні 2-ге көбейткенде 144 болады. Осы жерден y-ті 3-ге бөлеміз. Бұл 4, 8. Y-іміз сонда 48 тең. Бұл немесе СВ кесіндісі. Келесі есебіміз. Гипотенузасы 10 см, ал іште сызылған шеңберінің радиусы 2 см болатын тікбұрышты үшбұрыштың катеттерін табыңыз. Бұл есепте тікбұрышты үшбұрыш берілген, және оған іште сызылған шеңбер берілген. Және бұл үшбұрышта гипотенузасы 10-ға тең, іште сызылған шеңбердің радиусы 2-ге тең. Бұл есепте үшбұрышта іште сызылған шеңбердің радиусын анықтау формуласы А қосылған Б азайтылған С бөлінген 2 деген формула бар. Осы жерде бізде радиус пен гипотенузасы белгілі, және біз АБ катеттерін табуымыз керек. Орындарына қоятын болсақ, 2 тең А қосылған Б азайтылған 10 бөлінген 2. Бірден жаза салуға болады. А қосылған Б азайтылған 10 тең 4-ке деп, және А қосылған Б тең 14 деп, 10-ны мына жаққа алып келгенде. Сонымен қатар бізде тікбұрышты үшбұрыш болғаннан кейін Пифагор теоремасы бар. А квадрат қосылған Б квадрат дегеніміз 10-ның квадратына тең, С квадратқа тең. С квадрат дегеніміз ол 100-ге тең.
Сонда біз бұны 14 азайтылған а деп алатын болсақ, және бұның орнына 14 азайтылған аны қоятын болсақ, а квадрат қосылған 14 азайтылған а квадрат тең 100 болады. Бұл а квадрат қысқаша көбейту формуламен ашамыз. Қосылған 196 азайтылған 28а қосылған а квадрат болады. Тең 100. Осында 2а квадрат азайтылған 28а қосылған 96 тең 0. 2-ге бөле салсақ, а квадрат азайтылған 14а қосылған 48 болады. Тең 0. Бұл есепті дискриминанттың жарты дискриминант әдісімен шешсек болады. 14-ті 2-ге бөліп 10 квадраттасақ, 7-дің квадраты 49, азайтылған асы 48 тең 1. Және 1, 2 тең уже жаңағы 7-ні қайтан аламыз. Плюс минус 1 болады. Бұл 8 бен 6-ға тең. Енді 14-дің орнына 6-ны қойсақ 8 болады. Немесе 14-дің орнына 8-ді қоятын болсақ 6 болады. Келесі есебіміз шеңберге іштей сызылған бұрыштар АБ хордасына тіреледі. Ол хорда шеңберді 4/5 қатынасында етіп бөледі. Іштей сызылған бұрыштардың шамасын табыңыз делінген. Бұл есепті шығару үшін алдымен шеңбер салайық. Шеңбердің центр О нүктесі. Және оған хорда салайық А, Б. Енді осы хордаға кеп екі бұрыш тіреледі. Бірінші бұрышымыз альфа, және екінші бұрышымыз бетта. Енді осы альфа бұрышы мен бетта бұрышының қатынастары 4 бөлінген 5-ге тең. Бұл есепті шығаратын болсақ, біз білеміз, что шеңбер толық 360 градусқа тең. Бірақ есептің шарты бойынша бұл егер бізде хордаға кеп бұрыштар салынатын болса, ол хордаға салынған бұрыштар 180-ден артық болмайды. Яғни, мұна альфа мен беттаның қосындысы 180 градусқа тең болу керек. Оны немесе пи десек те болады. 180 градус. Енді альфа мен беттаның қатынасы 4/5 қатынасындай болғандықтан, біз оларды 4х қосылған 5х деп те аламыз. Нәтижесі 180-ге тең. 4х пен 5х-ның қосындысы 180. Нәтижесінде х-ымыз 20 градус. Х-ті 4-ке өтетін болсақ 80. Бұл альфа. Ал 5-ке өтетін болсақ 100 болады. Ол бетта. Сонда іштей сызылған бұрыштардың шамасы 80 градус пен 100 градус.